Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Сабина, және бүгінгі видеоның тақырыбы бізде маған несімен жаңа жыл ұнайды деп аталады. Яғни бұл жерде маған сұрақтар қойылады, және мен оған жауап беретін боламын. Яғни бұл типа ask show деп аталады. Ол сұрақтарды маған ешкім қойған жоқ. Мен өзім оны бір қыздан алдым. Яғни кейбірлерін өзім ойлап таптым да, кейбірлерін бір қыздан таптым. Маған кездескен ең бірінші алғашқы сұрақ жаңа жыл несімен ұнайды деп жазылыпты. Жаңа жыл маған сыйлық алған, және де домды украшать еткен, неше түрлі елкаларға гирляндалар қойған, елка құрғанды, және де елкаға барған ұнайды. Және де подарок алсаң вообще керемет болар еді. Осымен маған жаңа жыл сонымен ұнайды. Және маған келесі қойылған сұрақ: сен қандай сыйлық ата-анаңнан күтер едің? Мен ата-анамнан камера күтер едім, өйткені мен видео түсіргенді жақсы көретін себебім. Және де камера, гироскутер, штатив, фон, және де кәдімгі қолдан жасалған ашық хат күткім келеді. Бірақ олар маған сыйлаған жоқ. Келесі сұрақ: Аяз атадан сыйлық алған ұнай ма? Енді әрбір балаға Аяз атадан сыйлық алған ұнайды. Сондықтан маған да сол секілді ұнайды. Келесі сұрақ: Аяз атадан сыйлық алдың ба? Конечно, алдым. Мен жаңа жылға мерекесіне барғанда біз Мөлдір екеуміз өлең айтып алдық. Және де мен деген тағы бір жаңа жылға өзім бардым. Ол кезде Мөлдір болған жоқ. Енді қалай айтсақ болады? Өзім барғанда мен өлең айтқан кезде маған деген сыйлық берді. Ау, мам! Келесі сұрақ: сен жаңа жылды қашан деп ойлайсың? 31-ші желтоқсан ба немесе 1-ші қаңтар ма деп ойлаймын. Мен деген 31-ші желтоқсанда жаңа жыл уже дайындалып жатыр, яғни пол жаңа жыл. Енді жаңа жылдың жартысы деп ойлаймын, ал 1-ші қаңтарда уже жаңа жыл деп ойлаймын. Егер, конечно, 31-ші қаңтарда ұйықтап қалмасам, сағат 12-де мен жаңа жыл деп ойлаймын уже, ал 1-ші қаңтарда уже жаңа жыл, яғни 2017 жыл наступать етіп тұрады. Сондықтан оның аты жаңа жыл. Мен деген негізі, принципе, жаңа жылды 1-ші қаңтарда деп ойлаймын. Логично. Менде 3 сұрақ қалды. Келесі сұрақ: жаңа жыл қалай тойланғанын қалайсың? Мен жаңа жыл өте керемет, өлеңдермен, билермен, әндермен, және де с одним словом көңілді. Келесі сұрақ: жаңа жыл 22 наурыз деп жататындарға сенесің бе дейді. Әрине сенемін, өйткені оны тіпті біздің апай да айтты. Бізден сұрады, 22 наурыз қандай мереке деп ойлайсыңдар деп. Сол кезде ол айтты: новый день немесе новый год, немесе наурыз. Короче, солай. Бірақ жалпы менің ойымша 1-ші қаңтар деп ойлаймын. Келесі сұрақ: ең соңғы жаңа жылды ең алғаш тойлаған кезің? Мен жаңа жылды ең алғаш тойлаған кезім ол 31-ші желтоқсанда 2007 жылы. Уже 10 жыл өтіп кетті. Яғни қалай дейсіздер ме? Мен деген 24 маусымда 2006 жыл туылса, онда келесі жыл 2007 ғой. Енді желтоқсан 31-не біз дайындалып 1-ші қаңтарда тойладым деген сөз. Логично. Достар, осымен менің сұрақтарым аяқталды. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, саусақтың жоғары тұрған белгісін басамыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Және мен баяғыда лайк деп айтатын едім, бірақ қазір көбі саусақтың жоғары тұрған белгісін басамыз дейді. Сондықтан мен де сөйтіп айтуды шештім. Сондықтан
достар, келесі бөлімін қаласаңыздар, онда өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Және де вызовтарыңызды жазып кетіңіздер. Пока!